Кеш бата құрбым екеуміз әдеттегіндей кафеге келіп бір сусын алып отырмыз. Жан-жағымызға көз салып барлай қарап, ақшасы көп жігіттерді көздейміз. Көздейтін мақсатымыз олардың ақшаларына тегін ішіп жеу ғой. Қайтып келмес студенттік шақтарай. Сол кезде қалай қорықпай жүре бергенбіз. Қорқуды да білмейтіміз. Бізге қызықты көңілді болатын. Бір күні әдеттегіндей кешкілік кафеге келіп отырдық. Басқа қалалық екі жігіт келді. Жігіттер сымбатты екен. Құрбым екеуміз де сұлу қыздарымыз. Әлгі жігіттер жол жүріп бара жатып тамақтануға соғыпты. Қалталарының қалың екенін көргенбіз, олардың көздеріне түсуге тырыстық. Әлгі жігіттердің жеке отырған бізге көздері бірден түсті. Олар столымызға келіп бізбен танысып алып, өз столдарына шақырды. Бас кезінде қойылым бойынша кішкене қарсылық білдіргендей болдық. 2-3 рет шақырған соң барып қастарына жайғастық. Ал қыздар тапсырыс беріңіздер. Бізге керегі сол, столды толтыра тапсырыс бердік. Құрбым өте ширақ, қызылордалық, қу қыз еді. Барлығын ұйымдастырып жүргенде сол. Мен қасында еріп жүргенім болмаса, тамақтанып болып, енді ебін тауып кетіп қалу керек еді. Құрбым әлгі жігіттерге дискотекаға барайық деп ұсыныс жасады. Жігіттер келсе кетті. Көліктеріне келіп отырдық. Көлік жанармай бекетіне келіп тоқтады. Ойымызда ештеңе жоқ, өзімше дискотекаға барамыз деп отырмыз. Бір уақытта көлік түнгі клубқа емес, басқа жаққа бет алып бара жатыр. Сол кезде құрбым, сендер қайда бара жатсыңдар? Деп еді, олар үндемеді. Көлік қала сыртына шықты. Басқа қаланың трассасына түсті. Менде үн жоқ, қорқып барамын. Құрбым жігіттерге, түсіріңдер. Егер түсірмесеңдер, жаман болады. Егер бізге бірдеңе болса, сотталып кетесіңдер. Бізді сендермен кеткенімізді кафеде бәрі көрді. Сондықтан бізді жіберіңдер. Жігіттерде үн жоқ. Ұзын трассаға түсіп, көлік құйғытып келеді. Қаладан ұзап кеттік. Әжептәуір жер жүріп, көлік трассадағы ұзын мосттың үстіне келіп тоқтады. Бізді қайда келдіңдер? Не істемек ойларың бар? Деді құрбым. Сендер бізді лақтырып кетеміз деп ойладыңдар ғой. Біз сендердің чайка екендеріңді білмеді деп ойлайсыңдар ма? Қазір сендердің быт-шыттарыңды шығарып кетсек, қайтесіңдер? Не істейсіңдер? Аман қалғыларың келсе, жаңағы жеп ішкен тамақтарының ақшасын қайтарыңдар. Сол кезде құрбым, өздерің бізді столдарыңа шақырдыңдар. Енді алып берген тамақтарыңды даулап отырсыңдар. Қайдағы ақша? Бізде ақша жоқ. Ешқандай ақша да бермейміз. Бізді қалаға жеткізіп тастаңдар. Осы кезде жігіттер көліктен тысқа шығып кетті. Көліктен шығып кете алмадық. Есіктері бекітулі. Екеуі анадай жерге барып, қолдарын сермеп сөйлесіп тұр. Екеуі бізге не істейтіндер туралы ақылдасып жатыр ау сірә. Қаталдау жігіт бізді зорламақшы болды ма, әлде өлтірмекші болды ма? Екінші жігіт оны сабырға шақырған сияқты. Олар көлікке қайта кірді де, бізге қатқыл үнмен, шығындар көліктен. Біткен жеріміз осы шығар, деп ойладым. Жүрегім дүрс-дүрс соғып, қол-аяғым дірілдеп кеттім. Бұлардың бізге не істемек ойлары бар. Көліктен үнсіз шықтық. Ішімнен Аллама сыйынып тұрмын. Осыдан аман қалсам, екінші мұндай нәрсе істемеймін, деп іштей уәде беріп қоямын. Көліктен түскеніміз сол, әлгі жігіттер бізді трассаға, айдалаға тастап көліктерімен құйғыта жөнелді. Жапан түзде, қараңғы түнде жап-жас екі қыз далада қалдық. Екеуміз аман қалғанымызға қуандық. Жаяу қайта артқа қайттық. Көліктер жанымыздан зуылдап өтіп жатыр. Қараңғы түнде екі қыздың жалғыз жаяу келе жатқандары тіптен қорқынышты. Бойымды үрей биледі. Қасымдағы құрбыммен ұрысып келем. Нең бар еді, дискотекаға апар деп. Кетіп қалуымыз керек еді. Қалаға жаяу жете алмаймыз. Сондықтан құрбым жолдың бойына тұра қалып көлік тоқтатты. Түн ішінде айдалада көлік тоқтатқан, бұл да біз үшін қауіпті, бірақ басқа амалымыз болмады. Көліктер тоқтамай пипілдетіп қасымыздан өтіп жатыр.
бір жағынан ұялып та барам. Сыртымыздан көрген кісілер бізді жезөкшелер ме деп ойлап қалар ма екен. Әйтеуір жарты сағаттан кейін бір жүк тасымалдайтын автобус келіп тоқтады. Ішінде товардан келе жатқан саудагерлер екен. Көлікке мініп, ішінде әйелдердің бар екенін көргенде жүрегім орнына түсіп, қорқынышым сейіле бастады. Осылайша аман-есен қалаға жеттік.